Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қос бұрыштың тригонометриялық формуласы. Сабақ мақсаты қос бұрыштың формулаларын қолданып есеп шығаруды үйрету және қос бұрыштың формулаларын қолдана отырып түрлендірулер жасай білу дағдысын қалыптастыру. Қайталау оқу анасы деген сәйкестендіру тест оқушылар. Бұнда екі бұрыштың қосындысының синусы, екі бұрыштың қосындысының косинусы, екі бұрыштың қосындысының тангенсі және бұрыштардың, яғни ширектер қандай бұрыштарды қамтиды, сол жөнінде қайталау тапсырмалары тест түрінде. Оқушылар қос бұрыштың синусының формуласын қорытып шығару үшін екі бұрыштың қосындысының синусының формуласын жазамыз. Яғни синус альфа плюс бета тең болады синус альфа көбейтілген косинус бета плюс синус бета көбейтілген косинус альфа. Осы жерден альфа тең бета деп алатын болсақ, синус 2 альфа тең болады 2 косинус альфа көбейтілген синус альфа. Яғни қос бұрыштың синусының формуласын аламыз. Екі бұрыштың қосындысының косинусының формуласын жазайық. Яғни косинус альфа плюс бета тең болады косинус альфа көбейтілген косинус бета минус синус альфа көбейтілген синус бета. Осы жерде альфа тең бета деп беттаның орнына альфа жазатын болсақ, косинус 2 альфа тең косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деп қос бұрыштың косинусының формуласын қорытып шығарамыз. Қос бұрыштың тангенсінің формуласын қорытып шығару үшін екі бұрыштың қосындысының тангенсінің формуласын жазамыз. Тангенс альфа плюс бета тең болады. Алымда тангенс альфа плюс тангенс бета бөлімінде 1 минус тангенс альфа көбейтілген тангенс бета. Алдыңғылар сияқты альфа тең бета деп алатын болсақ, тангенс 2 альфа тең болады. Алымында 2 тангенс альфа бөлінген 1 минус тангенс квадрат альфа. Осы жерде қос бұрыштың тангенсінің формуласын қорытып шығардық. Осы формулаларды бекіту мақсатында оқулықтан 712 есепті қарайық. 712 есеп 8 синус 15 градус көбейтілген косинус 15 градус тең болады. 8-ді 2 көбейтілген 4 деп алатын болсақ, сонда 4, 2 синус 15 градус көбейтілген косинус 15 градус 4 көбейтілген косинус 30 градусты береді. Яғни 15-ті қос бұрыштың яғни 30 градусты береді формула бойынша. Сонда 4 көбейтілген 2-ден 1 косинустың 30 градустағы мәні 2-ден 1. Нәтижесінде 4 көбейтілген 2-ден 1 тең болады 2 болады. Келесі есеп түбір астында 2, жақшаның ішінде косинус 22,5 градус минус синус квадрат 22,5. Бұл да қос бұрыштың косинусына келеді. Яғни түбір астында 2, жақшаның ішіндегі косинус 45 градусты береді. Косинус 45 градустағы мәнін қоямыз. Түбір астында 2 көбейтілген түбір астында 2 бөлінген 2. Бұл жерде түбір астында 2 мен түбір астында 2 алымында көбейтіліп, сонда бөліміндегі 2 мен қысқаратта, нәтижесінде 1-ге тең болады. 13-ші есеп синус 100 градустың синус 50 градусқа қатынасы. Алымындағы синус 100 градусты 2 синус 50 градус көбейтілген косинус 50 градус деп қос бұрыштың синусының формуласы бойынша жазамыз. Бөліміндегі синус 50 градуспен қысқаратта, нәтижесінде 2 косинус 50 градус шығады. Осы есептің екіншісінде косинус 80 градус бөлінген косинус 40 градус минус синус 40 градус. Алымындағы косинус 80 градусты қос бұрыштың косинусы бойынша косинус квадрат 40 градус минус синус квадрат 40 градус бөлінген косинус 40 градус минус синус 40 градус дейміз. Алымындағы екі санның квадраттарының айырымы бойынша косинус 40 градус минус синус 40 градус көбейтілген косинус 40 градус плюс синус 40 градус болады. Бөліміндегі косинус 40 градус минус синус 40 градуспен қысқарып, нәтижесінде
косинус 40 градус плюс синус 40 градус шығады. Әрі қарай 717 есеп шығарамыз, балалар. Тепе-теңдікті түрлендіру өздеріңіз шығарып, кері байланыс жасаңыздар. Үйге тапсырма 715-716 есеп.